Ассалаумағалейкум жақсылар, жақсыларға ергендер, жақсыға құлақ түргендер. Бүгінгі әңгімемізде Әзірейіл алейхиссаламның сізге қалай келгенін қалайсыз? Әзірейіл алейхиссаламның сізге қалай келетінін біле аласыз ба деген екі маңызды сұраққа жауап береміз. Күндердің бір күнінде сұлтан атына мініп, ат болғанда да ең әдемі атына мінеді, бірталай аттың ішінен таңдап алып. Ең әдемі киімін киеді, оны да 10 мыңдаған киімінің ішінен таңдап алады. Сұлтан ғой, сөйтіп ең әдемі атына мініп, ең әдемі киімін киіп шығады. Жанында нөкерлері бар дегендей, сол-ақ екен, алдыларынан бір кісі шығады да сұлтанның атының жалынан ұстап алады. Бұл әрекетке таң қалған падишах, сен кімсің дейді, алдымнан ары қаш, бөгеме дейді ашуланып. Әлгі адам, саған айтарым бар, сен үшін бір маңызды нәрсе айтуға келдім дейді. Патша әлі де ашулана, ал айтарыңды дейді. Сонда әлгі адам, құлағыңызға айтамын дейді. Содан біраз қаһарына мінген сұлтан иіліп айт дейді. Сонда алдынан шыққан кісі, мен Әзірейіл жаныңды алуға келдім дейді. Сұлтанның қол-аяғы, денесі қатып қалады, сал болып. Осы жерде әңгімені ары қарай тарқатпас бұрын бір жақша ішінен әңгіме бастасам. Әзірейіл алейхиссалам бір күні бәрімізге де келеді. Әзірейіл алейхиссаламға хош келдің дейтін сәт келеді. Келеді әрине, ақиқат, себебі бұл тапсырма оның міндеті. Осы жүк Әзірейіл алейхиссаламға қалай берілді және қашан? Ол былай болған екен. Алла тағала Адам алейхиссаламды жаратпас бұрын Жәбірейіл алейхиссаламды шақырып, барда маған бір уыс топырақ алып кел депті. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам топыраққа барып, сенен бір уыс топырақ алуым керек, Раббымның бұйрығы дейді. Бірақ топырақ назданып, бұрқылдап, мені азайтасың, неге мен көк аспан, жер бәрі өз орнында тұрады екен да, неге менен аласың? Оның үстіне Алла оны менен жаратады екен. Сосын ол жаратқан нәрсесін отқа тастайды, онымен бірге менің де бір бөлшегім өртке оранады. Маған мейірім көрсет, сенен Алладан пана іздеймін дейді екен. Содан Жәбірейіл алейхиссалам топырақ алмастан Алла тағаланың алдына келеді. Осы жерде мынаны айта кетейік. Намыссыз шайтан Жәбірейіл алейхиссалам келместен бұрын топыраққа келіп былай деген екен. Алла саған Жәбірейілді жібереді, сенің бір бөлшегіңді алады, сенен алған бөлшекпен адамды жаратады, сосын адамның балаларының ішіндегі күнәһарларын отқа тастайды, осылайша сенің бір бөлшегің жаһаннам отында жанады. Сен өз дегеніңнен қайтпа, тұрып ал, берме бөлшегіңді дейді. Осылайша бір жақсылық жасағандай болады топыраққа. Осы себептен Жәбірейіл алейхиссалам топырақты ала алмай кеткен екен. Содан Құдай Микаил алейхиссаламды жібереді екен топыраққа. Микаил алейхиссалам жағдайды түсіндіріп келеді топыраққа. Топырақ болса қайтадан шағымданып, неге олар бермейді, неге мен беруім керек, тек мен ба жанатын дейді екен. Микаил алейхиссалам да топырақ алмастан кері қайтыпты Алла тағаланың құзырына. Содан Алла тағала Исрафил алейхиссаламды жіберіпті. Бастапқыдай ол да құр қолмен көтеріліпті Алланың құзырына. Содан Алла тағала ақырында Әзірейіл алейхиссаламды жібереді екен. Әзірейіл алейхиссалам мәселені айтқан кезде топырақ тағы да үш үлкен періштелерге айтқанындай қайталап бастай берген сол-ақ екен. Әзірейіл алейхиссалам оған, Алла тағаланың маған берген бұйрығы сенің маған жалбарынғаныңнан да қымбат. Мен оған құр қол бармаймын дейді екен де, бір уыс топырақты алып Алла тағаланың құзырына жетеді екен. Енді осы жерде сізде сұрақ туындауы мүмкін. Алғашқы үш үлкен періштеге топырақтың дұғасы, жалбарынғаны Алланың бұйырғанынан қымбатырақ болмады ма сонда дегендей. Жоқ, олай емес. Бұны Алла тағала о баста осылай болуын жазып қойған. Бұндай істер солай шешіледі. Шайтан барады, өйдейді, бүйдейді, топырақ бермеймін дейді. Соңында бұл міндет Әзірейіл алейхиссаламға нәсіп болады деп
Бұл жерде басқа періштелер бұл мәселеде әлсіздік танытты демейміз, жай ғана бұл міндеттің Әзірейіл әлейхиссаламға жүктелгендігінің құрметіне осылай жазылған. Қаламның иесі осылай жазған тағдыр. Содан Әзірейіл әлейхиссалам топырақты алып Алланың құзырына келгенде, Алла тағала оған: сен басқаларының жасай алмаған істедің, топырақты алып келдің. Мен адам баласының жанын алу міндетін саған жүктеймін. Өйткені сен қалай қалау керектігін білесің дейді екен. Сол-ақ екен Әзірейіл әлейхиссалам: о Алла, өзің сақтай көр, адамдар маған ренжіп қалады, мені ешкім жақсы көрмей қалады, менен мазалары қашады деп Аллаға жалбарынады екен. Сол сәтте Алла тағала айтыпты: жоқ, мен бір сылтау себеп жаратамын оларға. Ешкім сені ойнада алмайды. Аурудан өлді дейді, қаза дейді, бәле дейді, науқас дейді, апат дейді. Ешкімде өлімді сенен келді деп білмейді. Бұлай қарасаңыз, кешіп жүрген жайымыз айна қатесіз осы. Әзірейіл келіп ананың жанын алыпты деп ешкім айтпайды. Оның орнына науқас еді, қайтыс болды, апат болды, өлді дейді. Демек, өлімнің себептерін шындық деп түсінеміз. Бірақ ол жерде адамның жанын алған Әзірейіл әлейхиссалам. Уақыты, сағаты жеткенде алады жанын. Сүлейман әлейхиссалам кезінде болған бір оқиға бар. Мысырда болса керек, Нілдің жағасында Әзірейіл әлейхиссалам бір адамның көзіне тесіліп, тіке қарап тұрып қалады. Адам да оны көреді. Ол заманда адамдар періштелерді көре алады екен. Содан әлгі Әзірейіл әлейхиссаламды таныған соң, дәм-тұзы таусылатын мерзім тақағанын сезіп, Сүлейман пайғамбарға барып, мені желге мінгізіп Үндістанға жіберші деп жалбарынады екен. Мақұл, мейлі деп Сүлейман пайғамбар әлейхиссалам өтінішін орындайды екен. Әлгі адамның Сүлейман пайғамбарға, білесіздер, Алла тағала жел мен жындарды бағындырып қойған ғой. Содан желге мінгізіп, әлгі бейбақты Үндістанға жібереді екен. Сөйтіп, әлгі адам Үндістанда жүреді екен, алдынан тағы да Әзірейіл шығыпты. Ажалың жетті депті. Содан әлгі адам: мені Мысырда да көрген едің, қатты тесіліп қараған едің. Енді Үндістанға қашып келгенімде мені тағы да таптың депті. Сөйтсе Әзірейіл әлейхиссалам: иә, сенің уақытың кеп қалған еді, бірақ сенің жаныңды Үндістанда алу бұйырылған еді маған депті. Сені Мысырда әлі не істеп жүр деп таңғалып қараған едім дейді екен Әзірейіл әлейхиссалам. Алла тағала топырақтың көңіліне қарап: қара, сенен алдым, бірақ адамдарды қайта саған беремін, көмемін. Сенен алынған саған келеді дейді екен. Мені азайттың деген еді ғой топырақ, естеріңізде болса. Енді қараңыз, адам топырақтан жаратылған еді, баратын жерде топырақ. Топырақ бұған жұбанған екен. Бірақ Алла тағала топыраққа былай бата беріпті: сенің бір бөлшегің қате жасаған үшін жаһаннамда жанғаны сияқты, сен де оны қыс деген екен. Қабір азабы дегеніміз Алла тағаланың сол кезде топыраққа берген уәдесі себепті адам баласын көмілгеннен кейін аз көп болса да міндетті түрде қысылатындық екен. Содан әлгі падишахымызға оралайық. Алдынан шыққан адам құлағына сыбырлап: мен Әзірейілмін дегенде, адам тыпыр ете алмай қалады. Содан: құлың болайын, маған бір рұқсат бер, біраз уақыт бер дейді. Бұл уақытты не үшін сұрап тұр падишах? Себеп өмірін түзелткісі келеді. Жамандығы болса жақсылық жасайын дейді, жақсылығы болса оны арттырсам дейді, мәңгі бақи дүниеге дайындық жасасам дейді. Дүниенің жалған екенін оға бастайды сол кезде. Бірақ Әзірейіл әлейхиссалам: саған рұқсат жоқ дейді. Сол сәтте жанын алады. Бір күні бәрімізге келеді. Келген кезде бізге де саған рұқсат жоқ деп айту мүмкін. Саған рұқсат жоқ десе, кері қайту жоқ, ағайын. Game over, іс бітті деген сөз. Ондай болса, ол күннің келетінін біліп, дайындық жасау маңызды. Осы жерде тағы бір әдемі нәрсе айтайын.
Әзірейіл әлейхиссалам әлгі падишахтың жанын алған соң салих бір мүміннің алдынан шығады екен. Оған сенімен бір ісім бар дейді екен, бірақ жасырып түсіндірейін дейді. Адам мақұл айтыңыз дейді. Әзірейіл әлейхиссалам сөйлей бастағаны сол еді, мүмін құл қуанады екен. Аллаға шүкір, мен осы сәтті қанша уақыт күттім. Осы сәт үшін көп дайындалдым. Шүкір, қош келдіңіз депті. Бізге құта келдіңіз дейді екен. Көп дайындалдым деп айта берген сол Әзірейіл әлейхиссалам оған сен шаруаларың болса тәмамда, саған рұқсат дейді екен. Қараңызшы, бағана ғана Әзірейіл сұлтанға саған рұқсат жоқ деген. Ал мына адамға мен дайынмын, күткен едім десе де, саған біраз рұқсат бар, уақыт беремін. Бастаған ісің болса бітіріп ал дейді. Сосын Әзірейіл әлейхиссалам мүмін құлға сен қандай күйде өлуді қаласаң, сол күйде жаныңды алайын дейді. Бұл әңгімелерде бір кісі ат үстінде қайтты, анау дайындығы жоқ, мынау жоқ. Ал екіншісі салих болғаны, дайындалғаны, әрдайым жадында ұстағаны, өлім келмей тұрып өлген, ол есеп күні келмей тұрып нәпсісін есепке алған, Алла тағаланың әмірлеріне құрмет көрсеткен, тыйымдарынан аулақ жүрген салих мүмінге не деді? Мен сенің өміріңді сен қалаған жағдайда аламын дейді екен. Мүмін құл таңданып, ондай мүмкіндігім бар ма дейді екен. Иә бар дейді, саған қатысты маған әмір етілгені осы. Адам онда мен дәретімді жаңалайын, сосын намазымды бастайын, сосын маңдайым сәждеге тигенде жанымды ала бер дейді екен. Бұл хикаяны падишах пен мүмін құлға Әзірейіл әлейхиссаламның келу сәтін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларына айтып берген екен. Кезінде әңгімеміздің ең басында 2 сұраққа жауап береміз деген едік. Бірінші сұрақ Әзірейіл әлейхиссаламның сізге қалай келгенін қалайсыз? Екінші сұрағымыз Әзірейіл әлейхиссаламның сізге қалай келетінін біле аласыз ба деген. Менің ойымша 2 сұрақтың да жауабы біраз айқын болды. Адам біраз дайындық жасаса, ол сол күн үшін жұмыс істесе, дүниенің жалғандығын, ақиқаттың бұл дүниеден тыс екенін, өлген соң өлмейтінін, мәңгілік әлемнің барлығын, осының бәрін білсе, осыған байланысты бір күш жұмсап өмірін құрса, әділде адал өмір сүрсе, Әзірейіл әлейхиссалам осындай бір әдемі түрде келеді екен. Осы орайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұғасын еске түсірсек, я Алла, өмірімнің соңын қайырлы қыл деген. Адамдардың жүрекпен байланысы әрдайым бірде емес. Кейде көтеріледі, кейде құлдырау бар адамның көңілінде. Жүректің ирелең жолдарындай көкпен байланысымызда бірде емес. Кейде жақсымыз, кейде жаманбыз дегендей. Адам Алла үшін өмір сүрсе, соған ұмтылса, онда Әзірейіл әлейхиссалам да оған Алла тағала риза болған сәтінде келеді екен. Келгенде де ең бір әдемі кейіпте келеді екен. Бірақ басқа жолмен жүрген болсаңыз, Алла одан сақтасын, қаламаған бір халде, қаламаған бір жерде, өлгіміз келмеген бір сәтте осылайда келу қаупі бар ажалдың. Ақылды адам бір күні басына келетінен хабар болады. Соған әрдайым дайындық үстінде жүреді. Ақыл деген келешекті білу. Ақмақ кісі болса, басына келетін бір күнді біле тұра, ол күн мүлде келмейтіндей күнін күнге жалғап жүре береді. Бір уыс топырақтан келдік, бір уыс топыраққа кетеміз. Аманат етілген топырақты сап-сау күйінде топыраққа қайтаруды Алла нәсіп етсін. Сонда топырақта қуанар, шайтанның да өтірігі шығар.